Так. Осылай тоқтайтын боламыз. Ойбай, прям айнаға да қалдық ана жерге. Так, ошо жерден түсейік. Опа, мынау ауыл жақсы ауыл сияқты что-то. Так. Опа, адамдар да жүр екен мына жерде қып-қызыл киінген. Так, мына жақтан бір үй сатып алу керек қой маған дейтін кәдімгідей бір босым ба, екі этажды ма, сондай үйге барып, короче, үй сатып алу керек маған. Так. Мына үйді сатып алайын оныншы. Қазір мынаны ішін көріп жайық. Так. Опа. Іші нормальный. Сен жедел шықшы бар. Нервыма тиме. Кет жол бар. Кет тиме саған, жедел. Кет жол бар. Кет тиме саған. Ай, ё-моё, кетпейсің ме оныншы? Ме керек жол бар болды. Все, так, қазір мен әжелердің уже алмазын қыла берейін. Так, осылай ал. Мен барып не қыла берейік. Айтпақшы. Хей, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен Тілек. В общем, біз бүгін что-то біздің ауылға миллионер келген ба? Ауылда ей, миллионер, тоқта, не істейсің сен? Сен кімсің тағы? Мен кімсің емес, мен в общем осы ауылдың тұрғанымын. Тұрған болсаң қайтесің, мен кетіп бір жолы, мен өзім үйім салып отырмын. Кетіңіз, сен бұл бойды сатып алып бердің сен документ бойынша? Сатып ала саламын ғой қазір бар. Сатып алатын сияқтысың ғой сен. Бірақ бұл үйге емес, сен басқа бір жерге салмайсың ба? Бұл жерде адам тұрады ғой. Адам тұра ма? Бәсе мына жерде бір жел тұрған еді, маған кедергі келтіріп. Өлтіріп салғансың ғой. Оны ұят болып қалды мынау. Енді қайтадан. Енді қайтадан туылып алады шығар. Майнкрафт ғой. Бұндай болады енді. Не болды енді мына жерге салмау керек пе маған? Қазақсың сен? Бұл жерге салмау керек болып тұрсың сен. Мына жерде бос тұрған жерлер көп қой. Сол жерге салсай. Онша мына жерге саламын мен. Сен маған мешет етпей. Или көмектесесің ба? Табесің маған көмектесің ба онда қарап қойып. Ақшасы дейтін ме қазір беремін саған. Бергіл бауырым. Так, ақша дейсің ма? Ақша дейтін ме. Так, неме бар тағы есім бар. Все, осыны алып алды. Давай жасып істей болды тез. Маған көмектесші тез. Кешіп атқанша уже үй салып тастау керек. Сен тұрасың мен жасай тез. Ё-моё, қызық адам екенсің ғой, ақшаны алып алып кәдімгідей. Жасамайсың тез. Болды, жасап беремін. Так, мынаның астын изумрудпен жасайық, әдемі болсын бізде. Так, осылай. Ё-моё, мен үйімді кішкене негізі дәу қылу керек сияқты. Жарайды, пойдет енді нормально. Енді бірақ қарап тұрсақ сәл жабыстырып істеп қойған жоқпыз ба екен үйлерді? Ме деген. Бәрібір маған. Ішінде жатсам болды маған бәрібір. Ішінде жатсам болды. Все. Ё-моё, мен үйім. Так, екі этажды қылайықшы, ё-моё, сен бірінші этаж жасай бер, давай мен. Екінші этажын өзім жасап өсейін. Давай. Так, мен осылай. Так, осылай. Мына жерге менің балкон жасап өсейін, мына жерге четко алып. Все. Мына жерде есік болады. Мына түсеп қойық та şimdi. Оған подарок болады зато. Подарок емес бұларға. Олар байлық көрсе қуатындар бар. Осылай терезелер жаза қойып, көршілерге қарап тұратындай. Осылайынан. Осылай. Ё-моё, сен миллионер не есеп тастадың мына жерде үйлерді? Мына жаққа тағы бір терезе жасайық. Что бүкіл жаққа қарап тұратындай, бүкіл видтар көрініп тұратындай қылып, кішкене бәрінен мақталатындай деп. Так, мына жаққа тағы бір лестница қойып жүріп. Мына жаққа осылай. Ана кішкене ұзын болу керек қой маған. Әйтпесе, мынау менен ұзын болып кетеді ғой, да? Так, мына былай. Так, тағы өтер керек қой мынаны. Барынша ана үйден үлкейткім келіп жатыр ма? Солай болып отыр мен. Одан ол менен кішкентай болып тұру керек негізі. Заң бойынша солай.
Все. Так мына жақтан қойып тастаймыз. Осылай. Во. Болды, менікі ең үлкені болды енді. Ё-моё. Так, мына жаққа мен өзім комфортный терезелерін өтсем, көзді ауыртпайтын. Осылай, мәссаған, мына терезелерді айта алмадым. Дубайдан алып бердім ғой мынаны. Мәссаған, ё-моё. Так, осылай қойып тастаймыз терезелерді. Мәссаған, мына дейтін кәдімгі күшті болып қалды үйім дейтін. Сен кішкене сүрекетін хабарың бар екен, не бала? бар ғой оған. Мына шетелдер менің үйімде не істеп жүр? Сіздер үйіңізге А? Кет бір, ё-моё. Болды. Жол. қатыгез болмасаң енді олай. Маған бәрібір. Болды, мына менің үйім енді. Ой. Осылай. Так, есік сақып қойық әдемілеп. Ауылдағы ең үлкен үй еще бай болып тұрғаны барсыншы. Так, есікті қойып тастайық. Опа, осы. Еще алмазный блоктан саған қойдың. Ё-моё, менің үйім ең биік болды ма сонда қалай өзі? Ең әдемі еще ең биік үй болды ғой. Болды ғой менің үйім ең мықтысы болып тұр ғой енді. Ема. Болды, ё-моё. Сен мен машинамды кеттім ғой. Қазір мен машинамды алып келу керек. Ё-моё, Феррари бар еді, менде қазір ол алып келмесем. Так, жарайды, мына жақтан нормальный. Неге? Айта бер. Неге ауылға келіп осындай сап? Ой, қалада дейтін бандит бәрі көп тонап кете береді қайта-қайта. Сол ауылға келіп тып-тыныш жерде жатпай ма деп отырмын да. Бәсе дұрыс қой оның. Ауылда ондай Сол енді. Сен точно жақсы боласың ба өзі? Мен тонап кетіп жүрме түнде, ұқтың ба? Күзетіп жатасың әйтеуір. Кетей жамал. Күзетіп жатасың. Мынаны қарау жаман, мына қайда кетіп барады? Кет жол бар. Ауылдас. Мынау дейтін ұқпайды екен ғой мыналар. Ё-моё, кеш батып барады, жарайды, мен өзім машинамды алып келейін енді, гараж соғып басын көріп жатармын. Ё-моё. Мына үйдің ішін істемейсің бе? Мына осылай тұра ма? Үйдің ішін істеп тағы, дұрыс айтасың сен. Так, үйдің ішіне кухня, бәрін салып тастау керек. Так, бізде қайларға істейсің? мына жаққа холодильник қою керек бізге. Холодильниктің ішін толтырып тастау керек сосын. Осылай. Нәжіге ма? Обязательно печка берсек дейтін керек шығар, әлде ондай қолданбайсың? Оның современныйлары бар ғой бізде, современный. Андай дейтін. Осылай. Міне. Төбесіне қоямыз. Так, андай қол жуғышын қоямыз. Мынандай факел қояқ та, короче, жарық беріп тұрады. Осындай болып қояқ та. Болды. Осылай жарық болса енді күшті болады енді. Ё-моё. Сен басың қатты істейсің. Так, осылай. Так, мынаның үстіне. Ойбай. Мынаның үстіне блендер оқпайық. Кішкене протеин ішіп жүрсек, все нормально болады. Так, осылай. Тағы жаққа торт қоймаймыз. Так, үстіне тағы да мынандай екі қойып. Блендер көрейік та, блендермен. Тиіспей, мынаны Грециядан алып келген, мына Грециядан. Ең қымбаты мынау. Білесің бе? Болды, тыныш отыр. Так, болды ғой енді. Мен столым қайда? Өзім стол алып қойғым, мен айтпақшы. Мә келіп көрсен, әжеге сыймай қалды мен столым. Ё-моё. Все болды. Жетеді енді осы. Мына жерге отырамын да, все. Ат үшін тамақ жеймін ғой. Так, үйім уютный болып қалды. О-моё, үстіге кроваттар қойып тастау керек енді. Так, кровать дейтін менде жетеді ғой, кровать дейтін. Так. Болды. Так, осылай розы қойып қоймаймыз бе? Так, мына жаққа мындай қойып қояйық. Все, болды. Четко болды. Мына жаққа шығамыз да, ауышты боламыз. Болды. Сосын үстіге телескоп па бірдеңе қойып керек. Ё-моё, телескоп айға қарап жатпаймыз ба? Так, телескоп бізде қайда бар? Ё-моё. Қай қалтамаса едім мен телескопты? Қол қоямыз осы жерге. Чтобы айларды қарап жату үшін.
Так осылайынан мына жаққа қараймыз да все мына жақтағы айды қараймыз, жұлдыздар қараймыз. Всё, әдемі болды. Солай вот. Сен бала басын сөйткен үй. Все нормально. Так. Енді кеш батып бара жатыр, енді мен ұйықтап алайын, таңертең жолға шығамын. Несі жақсың да. Давай, аман бол. Ақшаң жете ме өзі, саған тағы берейін бе әлі? Несі көп қой. Тағы берсең вообще жақсы болады. Жақсы болма, мә өтші. Менде. Мә. Жетіп қалады осы тағы. Все, давайсың. Аман бол. Үйді күзетіп жүресің ғой сосын. Мен ұйықтап алайын. Жақсы болды ғой. Біздің ауылға миллионерге арасында жоса қаншама ақша беріп кетті. 64 алмас штуктардан изумруд, алтын. В общем, біз байып кеттік қой достар, өз ауылда 3-ші күннен. Ой, біз ұйықтап алдық. Ертең кетем деді ма, бірдеңке қалам деді, в общем. Азам Так, мына жерде мынаны осылай ұйымдастырып қою керек. Так, мынаны былай. Былай. Что там? Тілек қалайсың? Сен атын Тілек қой да? Әрине. Сол, короче, мен қазір қалаға кетіп бара жатырмын да, сен әзірше бір 2-3 күндей мен үйімді күзетіп тұра тұрсай, мен саған алмаздарды беріп кетейін, сен осын кішкене өзіне қолданасың ба, или қалай аласың, короче, осын алып кетесей. Так, үйді күзетіп қой, короче, ешкім бірдеңкені ұрлап, бірдеңке ұрып кетіп жүрмесін үйіме. Болды, уайымдамасай, короче. Егер сен кетіп қалып. Ал, короче. Қанша күнде келесің? Мен 2-3 күнде кетіп қалам, Феррари, бәрін. Болды, сен оған уайымдамасай. Қарап қоям, ауылына қалма. Жақсы екен, ауыл дейтін, таза ауыл дейтін, кәдімгідей иісетін, кәдімгі ұрып тұр ғой деген, кәдімгідей. Енді әрине ауылға не Все, жарайды, мен кеттім онша. Кеттің? Саған тапсырдым. Аман бол. Сен де аман бол, давай. Все, мен кеттім. Кеп достар, қараңыздар, мына жақта бізге миллионер тағы да алмаздар тастап кетті. Үйден киркамыз алып шығайық. Все, кет.